ренжіткен жерлерім болса, басымды иіп кешірім сұраймын. Сіз біреуді сүйіп тұрса, ол сезім. Бірақ басқа бір жаман үйленесіз, ол тағдыр деген сияқты ма менің түсінігімде? Енді Алла тағаланың өзі қосақ-қосағымен жаратқан ғой. Мүмкін екеуміздің таныстығымыз қайырсыз болған шығар. Бірақ енді олай көңіл күйім түсірмеймін. Менің де бір ақуым бар шығар. Бар. Сәлем оқырман. Дәулет пен Жансаяның таныстығы аяқталды. Жігіт ғашықтар күніне орай ұсыныс жасаған еді, жүректен шыққан шынайы сезіммен. Алайда өкінішке орай қыздың жауабы оң болмады. Сезім әлі де бұрынғы адамында қалғандай. Екеуі қазір бір жобада қатар отырса да, енді әрқайсысы өз бақытына бөлек үмітпен қарайды. Жансая қатты жылады, үміт бергеніне өзіне ренжіді. Ал жігіттің сағын сындырмау үшін сол таныстық сәтінде «Иә» деп жауап берген екен. Дәулет үнсіз қабылдады бұл шешімді. Ол Жансаяны кінәлаған жоқ, тек жүрекке әмір жүрмейтінін түсінді. Сезім еркін, ал махаббат мәжбүрлеуді көтермейді. Жансая да тыныш қалды. Күні кеше бірге күлген, болашақты бірге елестеткен адаммен енді бөтен секілді. Көзінен аққан жас тек өкініш емес, кешірімде, өзіне деген ашуда. Кейде ең ауыр шешім кету емес, қасынан қалып, жүректе үміттің өшкенін сезіну. Сол үміт енді екеуінде де басқа біреуге бұйырар, бәлкім. Бірақ бұл таныстық олар үшін жай ғана өткінші сәт емес. Бұл екеуінде есейткен, ойландырған, жүректеріне із қалдырған таныстық. Олар екеу еді. Бір жоба, бір орта, бір бастама бәрі біріктіргендей болған. Бірақ жүректер әр бағытта соғып тұрды. Бірі бүгінгі сезіммен өмір сүрді, бірі өткенге байлаулы еді. Дәулет батыл болды.